Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерітінділер. Құрамында кем дегенде екі компонент болатын, яғни біріншісі еріткіш, екіншісі еритін зат болатын қоспалар тобы ерітінділер деп аталады. Еріткіш ретінде біз көбіне сұйық заттарды қолданамыз. Олардың ішінде ең кеңінен қолданылатыны су. Суда еритін заттар еритін зат болып табылады. Олар көбіне кристалл түрінде немесе ұнтақ түрінде кездеседі. Осындай заттардың қоспасынан бізде ерітінді пайда болады. Химияда ерітінділерге байланысты есептер көп кездеседі. Оны мына формула арқылы оңай әрі жылдам шығаруға болады. Бұл жердегі омега еріген заттың массалық үлесі. Жоғарысында тұрған М, Е нүкте, З нүкте. Бұл еріген заттың массасы. Ал төменде тұрған М, Ер, Д. Бұл ерітіндінің массасы. Бұлардан бөлек бізде М, Ер, Ш деген бар. М, Ер, Ш. Бұл еріткіштің массасы. Жалпы ерітіндіні табу үшін біз еріткіштің массасына еріген заттың массасын қосамыз. Мысалы, судың массасы, еріткіш ретінде қолданылатын судың массасы 180 грамм болсын. Оған 20 грамм ас тұзын қосайық. Осы екеуінің қосындысы 200 грамм болады. Яғни екеуінен пайда болған ерітіндінің массасы 200 граммға тең болады. Біз осы еріген заттың массалық үлесін табу үшін мына формулаға қоя саламыз. Яғни омега тең болады 20 грамм бөлінген 200 грамм көбейтілген 100%. Бұл жерде 200 бен 100-ді қысқарта салайық. Мұнда 2, мұнда 1. 20-ны 2-ге бөлсек 10% шығады. Демек, 200 грамның ішінде 20 грамм ол
10%-ды құрайды деген сөз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.